Өзіңізге адал болуды үйреніңіз. Өкінішке орай, көпшілік шындықты айтады. Тек қару күшімен. Біреудің сіздің шекеңізге қару тақауын күтпеңіз. Ол қаруды шекеңізге өзіңіз тақаңыз. Және барлығына қатысты өзіңізбен адал болыңыз. Жағымсыз жағдайларды өмірлік сабақ ретінде қабылдаңыз. Егер сізде жағымсыз жағдайлар орын алған болса, сіз ақылдырақ болған шығарсыз. Егер сіз әлемдегі ең нашар сәтсіздікке ұшырасаңыз, сіз әлемдегі ең дана адам болған шығарсыз. Дегенмен, адамдардың көпшілігі жағымсыз оқиғалардан құтылады. Даналық емес, терең реніш сезімі. Саналы жауап беру деңгейінде сіз кез келген өмірлік жағдайды пайдалана аласыз. Ол өсу мүмкіндігі ретінде қаншалықты қорқынышты болса да, егер сіз әдетте басқа біреудің кесірінен зардап шегеді деп ойласаңыз, бұл сіздің өміріңізді пайдаланып жатқанын білдіреді. Өзіңізді басқаруды үйреніңіз. Егер сізде ауырсыну болса, азап пен ашу, демек, сіз өз ішкі жан дүниеңізге үңілетін уақыт келді деген сөз. Және жетістікке жету үшін айналасында жалғыз нәрсе, түзету керек нәрсе сізсіз. Сіз ауру кезіңізде дәрі сізге керек. Сіз аш болған кезде тамақ сізге керек. Өзгертетін жалғыз нәрсе бұл өзің. Ашу бірінші реакция ретінде. Әдетте негізсіз әрекеттерді тудырады. Егер сіз өзіңіздің өміріңізге мұқият қарасаңыз, сіз ашуланған кезде ең ақымақ және жағымсыз әрекеттерді жасағаныңызды көресіз. Ең алдымен өзіңе қарсы жұмыс істедің. Егер сіз өзіңізге қарсы жұмыс жасасаңыз, егер сіз өз әл-ауқатыңызға зиян келтірсеңіз, сөзсіз бұл дұрыс емес таңдау екені анық. Өз өміріңізге жауапты болыңыз. Тіпті ең нашар оқиғалар құнарлы жерге айналуы мүмкін. Егер сіз келесіні қабылдасаңыз, қазіргі кезде қандай екеніме жауаптымын. Сонда сіз ең үлкен бақытсыздықты өзіңіздің жеке өсу баспалдағына айналдыра аласыз. Егер сіз 100% жауапкершілікті жүктей алсаңыз, бүгін болып жатқан нәрселер үшін ертең жарқын күн келеді. Егер сіз қазіргі уақытқа дейін өз жауапкершілігіңізден бас тартсаңыз және оған ата-анаңызды кінәласаңыз, досыңызды немесе жолдасыңызды, әйеліңізді немесе әріптестеріңізді, сіздің болашағыңыздан бас тартқаныңызды білдіреді. Махаббат сенің ішіңде. Махаббаттың басқамен ешқандай байланысы жоқ. Ол сізбен байланысты. Бұл тіршіліктің тәсілі. Ол негізінен сіздің эмоцияларыңызға жағымды нәрсе әкелгеніңізді білдіреді. Ал егер сіздің сүйген адамыңыз басқа елге кетсе, сен оны әлі де сүйе аласың. Сүйікті адамың қасында физикалық тұрғыда болмаса да сүйесің. Демек, махаббат деген не? Бұл тек сіздің меншігіңіз. Сіз басқа адамға ішіңізде бар нәрсені ашу үшін кілт ретінде пайдаланасыз. Сағатыңызға қарап, тірі екеніңізді түсінген сайын күліңіз. Жас кезіміз бізге өмірдің әлі алда сияқты. Дегенмен оның кез келген сәтте аяқталуы мүмкін екенін бәрі түсінбейді. Өз күшімізбен бақытты адам ретінде сезіну, бұл оны өзгертуді өзіміз анықтайтын ішкі күй.
айналадағыны өзгертуге көбіне күшіміз келмейді. Бірақ ішкі қатынас біз не болып жатқанын өзіміз реттейміз. Дегендей, сіз жағдайды өзгерте аласыз. Өзіңіздің оған деген қатынасыңызды өзгертіңіз. Тыныштық пен қуаныш берекелі өмірдің түбірі. Көпшілігі ойлайды, тыныштық пен қуаныш рухани өмірдің мақсат болып табылады. Бұл ой дұрыс емес. Тыныштық пен қуаныш берекелі өмірдің түбірі. Егер сіз бүгін рахаттанып ас ішкіңіз келсе, сіз өз отбасыңыздан ләззат алғыңыз келсе, сіз өмір сүретін әлемде тыныш және бақытты болуыңыз керек. Бұл әдетте өмірдің соңында қол жеткізетін нәрсе емес. Бұл сіздің өміріңіздің негізі. Егер сіз бейбітшілікті түпкі мақсат деп санасаңыз, онда сіз тек тыныштықта демаласыз. Егер сіз өзгеруді шешсеңіз, бұл сізге ғана байланысты.